Жана менің, Жана. Шын сестіп тұрады. Қараса. В общем, бір шабытың ашылса, тоқтай алмай қалатын әдетім бар да. Осы видеоларды түсіріп тұрған кезде ең қызығы жаңа тұрмын, жаныма келіп, екі қыз келіп, ағай сізбен суретке түсуге болма дейді ғой. Ұялып кеткенмін да ана жерде тұрып ше, бүкіл адамдар қарап тұр еще. Аузында әсіп, аузын сасып тұр. Азарай еще. Ана сұрақтар қояды, деп қоямын өтірік. Тез сөйтіп күн өтіп жатыр. Негізі сол кездері деймін да, 2010, 11, 2012 жылдары тезірек есесем екен, тезірек жаңағы ержетсем екен деп енді үлкеюге тырысатын едік қой деймін. Ал қазір сол баяғы фотоларды қарап, мен жас болған екен ғой деген сияқты ойлар келеді. Сол кезде әр жылдың өзінің бір несі болады екен, сиқыры, өзінің мәні, мағынасы деген сияқты. Қайырлы күн дейді. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен olsun. Не болып кетті мына Алматы? Суып кетті. Жұмыстарыңыз қалай? Жұмыстарыңыз берекелі болсын, отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Асхат балдарыңыз сіздерді жақсы көреді. Жұмыстамыз olsun. Нар бер движение ғой. Вот, сондықтан достар, сіздерде кішкене баяғы фотоларыңызға қарап, кішкене қуантып, іштеріңізді толтырып, жылтып қойсаңыздар болады. Бірақ енді жастарға дес бермейміз құрсын. Қазірдің өзінде де бір андай кәртиіп, әбірішіп кеткен еш неміз жоқ. Жап-жақсы бәрі. Но сонда да жастық шақ ол жастық шақ болып қала береді екен. деп